Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен көже дайындаймыз. Бидай мен жүгері араласқан көже. Міне осылай жақсылап қайнатып алып, сүзбе мен айранды қосып дайындаймыз. Жазға өте керемет, салқындатып, мұздатып ішсеңіз шөлді қандырады. Ең алдымен бізге осындай бидай мен жүгері араласқан дәнді әкелеміз. Базарларда дайындап сатылады осылай. Содан кейін арасын тереміз. Арасын осылай тастар шығады. Сосын жақсылап 2-3 мәрте жуамыз. Қабықтары шығады. Тазалап қолмен мыжып жуу керек. Мінекей бетінен андай қабыршықтары шықты. 2-3 мәрте жуғанда бұл таза болады. Міне 3-ші жуғанымыз мынау. Осылай жақсылап жуып, суға салып қайнатамыз. Ыдысымызға салып, үстіне мұздай су құйып қайнатамыз. Тұз қосып қоямыз. Мінекей көже қайнап жатыр. Осылай қайнағып, қозғап тұрамыз. Түбі жабысып қалмасын. Қайнағаннан кейін ең баяу отта қойып 2-3 сағаттай пісіреміз жайлап. Дәндер бұғып жарылу керек. Сініп жарылу керек. Сонда піседі. Мінекей. Ал енді біздің көжеміз дайын болды. Енді мынау сүзбе, мынау айран. Айранға осы сүзбені қосамыз. Одан кейін сіздерге бір лайфхак айтып кетейін. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Сонда іртік арасында ешқандай не қалмайды. Іртік болып ірі айрандар, сүзбенің домалақ түйіршіктері қалмайды. Осылай жақсылап шайқап, араластырып, жаңағы көжеміздің үстіне әкеліп құямыз. Мінекей қою болды. Айран мен сүзбен араластырғаннан кейін міне әкеп үстіне құйдық. Көжеміздің түсі өзгеріп, әдемі болып шыға келді. Қоюланып, сондай тәбетті ашатын көже болды. Мұздатып, тоңазтыққа салып, шетінен алып берсеңіз шөлді басар жаздың ең керемет сусындарының бірі. Сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, тіркеліп қойыңыздар менің каналыма. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исақова. Менің каналымда түрлі пайдалы тағамдармен қоса ерекше рецепттер бар. Кіріп, көріп, тіркеліп алыңыз. Міне көжеміз дайын болды. Осындай ыдысқа салып ұсына бересіз. Сұйықтау болғаны жақсы жаздың күні. Қою болса бөгіп отқа болып қалады. Сондықтан да осылай сұйықтау болған дұрыс.